Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үлпілдек, қып-қызыл әрі жұмсақ болып шығатын бауырсақтарды жасап көрсетемін. Өте оңай жасалу жолы. Үйдегі бар қолжетімді заттардан дайындалады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бауырсағымыздың жақсы шығуы қамырына байланысты. Қамырды мен опора жасап илейтін боламын. Ол үшін бізге бір қасық құрғақ ашытқы, ұн және де шекер қажет болады. Осының үстінен жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып 5 минутқа көтерілгенше қоямыз. Осы аралықта біз қамырға қажет заттың барлығын дайындап алуымыз керек. Ол бізде жылы сүт, жылы тұзды су және де електен өткізілген ұн. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп қосасыздар. Су мен сүтімізге опорамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды аз-аздан қоса отыра жұмсақ қамыр илейміз. Міне видеода көріп тұрсыздар. Алғашында міне вилканың көмегімен, яғни шанышқымен араластырып отырамын. Қоюланғаннан кейін қолыммен жұмсақ қамыр илейтін боламын. Біздің қамырымыз жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтындай болуы тиіс. Қатты болып иленетін болса қамырыңыз ашымай, яғни көтерілмей қалады. Жұмсақ қылып илеңіздер. Бауырсақтың жақсы шығуы осы қамырға байланысты. Құрамына өзіңізге ұнайтындай майонез, жұмыртқа, қаймақ қоссаңыздар да болады, бірақ ол міндетті емес. Қамырыңыз қолға жабысып жатса, азғантай сұйық май қосып жіберіп, тағы да бір қайтара илеп шықсаңыздар болады. Жақсы болып иленген қамырымызды бетін жауып, орап жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Біздің қамырымыз 1 сағаттан кейін өте әдемі болып ашыған. Міне видеода көріп тұрсыздар. Енді ашыған қамырымызды үстелдің үстіне қойып, 3-ке бөлетін боламыз. Бізде осындай үлкен емес, кішкентай емес, орташа көлемде 3 суала қамыр шығады. Енді соның біреуін алып, жұқа да қалың да қылмай жайып шығамыз. Бізге қақпақ қажет болады, немесе стакан. Осындай дөңгелек формада барлығын кесіп аламыз. Бауырсақтарымыздың барлығын дәл осылай дайындап қоямыз. Және де дайын болған бауырсақтың бетін жауып 10 минутқа демалдыруымыз керек. Табамызға май құйып, қыздырып аламыз. Қызған майға бауырсақтарымызды 2 жағынан қызартып пісіреміз. Міне видеода көріп тұрсыздар. Біздің бауырсақтарымыз үлпілдек, қып-қызыл әдемі болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Салтанат. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.